Баршаңызға сәлем, сіздермен бикеш саусақтары деп аталатын торттың бір түрін жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Ең алдымен қызып тұрған отта бос ыдысымызды қойып, сүт құямыз, су құямыз және сары майымызды қосып, сары майымыз ерігенше жақсылап араластырып тұрамыз. Міне менде жаңағы ыдысқа сыймай қалды, үлкендеу ыдысқа ауыстырдым. Енді шым-шым тұз қосамыз және шекер қосамыз. Жақсылап ерігенше араластырамыз. Қайнатпаймыз. Міне бізде сары майымыз барлығы еріді. Енді ұнымызды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Міне бізде тестамыз дайын болды. Бұл тестаның дайын болғанын ыдыстың түбінен көруге болады, яғни жабысып жатқан жағдайда тестамыз дайын болды деген сөз. Дайын болған қамырды бөлек ыдысқа салып жақсылап суытып аламыз. Ыстықтай жұмыртқаны салмаймыз, себебі пісіп қалуы мүмкін. Енді кремін дайындаймыз. Оған сливки керек және осындай 20% қаймақ керек болады. Осындай таразыға қойып, тартып, өлшеп алыңыздар. Бізге қаймақтан 300 грамм керек болады. Және шекер қосамыз. Шекерден 150-160 грамм қоссаңыздар болады. Келесі кезекте бізде сгущенка. Сгущенкадан 100 грамм қосамыз. 4 грамм асып кетті, ештеңе етпеді. Енді осының барлығын жақсылап миксерлейміз. Бізде креміміз сұйықта емес, қоюда емес болады. Міне осындай консистенцияда болуы қажет. Енді жаңағы қамырымызға өлшеніп алынған жұмыртқаны бір-бірлеп қосамыз. Барлығын бірден қосып жібермеңіздер. Мен бастапқыда осындай күрекшенің көмегімен қозғап алдым. Содан соң барып миксермен жақсылап араластырамыз. Міне қамырымызда дайын болды. Енді кондитерлік мешокқа осындай гүлді насатканы саламыз. Содан соң барып қамырымызды сол кондитерлік мешокқа құйып, ары қарай осындай пергамент қағазына осындай формаларды шығарамыз. Бұл бізде профитроли деп аталады. Енді осыны қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минуттай пісіріп аламыз. Біздің профитролиларымыз осындай түсте ену керек. Беті қоңыршыл болу керек. Енді жаңағы дайындап қойған кремімізге балап, әдемілеп, сәндеп орналастырамыз. Кремімізді дайындап болғаннан соң тоңазытқышқа қойып қойыңыздар, себебі сыртта тұрса еріп кетуі мүмкін. Профитролиді кремге балаған кезде осындай шпажканың көмегімен жасаңыздар, себебі қолдарыңыз былғанып қалуы мүмкін.
Міне кремін жағып болдық. Енді шоколадты сүтпен немесе сливкимен ерітіп, осындай жаңағы профитролеміздің бетін әсемдеп шығамыз. Және бұл шоколадты сеуіп болғаннан соң да жемістермен әсемдесеңіздер де болады. Мен осылай қоя салдым. Бұлай да әдемі көрінеді. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздермен болған жансая ас болсын.